Ассалаумалейкум. Бізде терморегулятор, температурный контроллер, яғни температураны басқаратын құрылғы 220 вольтқа арналған. Бұның 12 вольты да болады, 24 вольты да болады, 220 вольты. Қай жерде галочка тұрады, сол питание. Температураның диапазоны мына жерде қарасаңыздар, минус 50-ден плюс 120 градусқа дейін жұмыс жасайды. Максимальный реленің нагрузкасы 10 ампер. Енді настройкамен қосу жайғына келсек, бізде мына бірінші каналы out 1 деп тұрады, яғни бірінші датчигіміз. И каналы да, мына датчик бізде бірінші датчик болып саналады. Екінші каналы мына жерде тұр датчигі. Бұл екінші циферблатта көрсетілген. Яғни двухканальный, двухзонный терморегулятор болып саналады. Питаниямыз бізде ортасында қызыл-қара провод 220 болады. Біз оны отдельно сетьқа бердік. 220 вольт қызыл-қара провод. Сол жағы бірінші канал, сары-қара провод. Оң жағы сары-қара провод, екінші канал. Біздің жағдайымызда бірінші каналда вентилятор қостық. Бірінші канал қазір вентиляторымыз істеп тұр. Мына жерде қызыл жанды, нагрузка келді, вентиляторымыз істелді. Екінші каналымызға біз лампочканы қостық, 40 ваттық лампа. Бұл жерге нагреватель қоссаңыз да болады. Осындай терморегулятор. Енді настройка жағына келетін болсақ, сол жағын бассақ бұл астыңғы температура, оң жағын бассақ үстіңгі температура. Оны қалай қоямыз? Программирование, яғни бірінші кнопканы сол жағын басып тұрсаңыз, моргать етеді, сол кезде көбейтесіз немесе азайтасыз. Бұл сол жағы төменгі температура. Егерде қыздыруға жұмыс жасасаңыз, нагревке егерде жұмыс жасаса. Ал енді оң жағын бізде сол жағы 10 болса, оң жағы 14 болып тұр. Яғни оң жағы сол жағының көбірек болса, онда қызуға жұмыс жасайды. Біздің жағдайымызда міне сол жағы 10, оң жағы 14. Оны да 14-ті басып тұрсаңыз, моргать етеді, көбейтесіз, азайтасыз. Өз автоматически запоминать етеді, немесе қарсы кнопкаларын бассаңыз, автоматически сақтайды. Сақталған параметрларды кратко временно бетіп, сол жағын бір бастыңыз, оң жағын бір бастыңыз. 10 мен 14. Яғни 10 градустан төмен қосылады, 14 градусқа жеткен кезде өшеді. Қазір тестировать етеміз. Мына жерде бізде бірінші датчигімізге вентилятор қосылған бізде. Вентиляторымыз қазір қосылып тұр. Қызыл жанып тұр белгілі, индикатор қосылып тұр, яғни нагрузка бізде қосылып тұр деп тұр. Вентиляторымыз істеп тұр. Енді температураны көбейтейік бізде. Температурымыз көбейді. 14-ке жеткен кезде өшті. Вентиляторымыз өшті. Температура 10 градустан төмен түскен жағдайда вентиляторымыз қайтадан қосылады. Қазір түсіріп көрейік. Градустан төмен түскен жағдайда бізде температурамыз қайтадан вентилятор қосылады. Яғни бұл жерге вентилятор қойсаңыз да болады, нагревательдің орнына лампа, тен, сондай қыздыратын құрылғыларды қойсаңыздар болады. Моделі терморегулятордың W1088 XK W1088. Температурамыз түсуге кішкене етіп тұр. Он 3 градус болды. Қырындап түсіп келеді. Екінші жағдайда да солай істесеңіз болады. Мысалы бұл жерде 10,
15 болып тұр. Біздің температурамыз түспейін деді ғой деймін. Сыртқы ауамыз түсіп келеді. Қазір 10-нан төмен қарай түссе, онда біздің вентиляторымыз қосылуға тиіс. Қосылғанда, жаңағы айтқандай, қызыл индикаторымыз жанған жағдайда. Екінші датчикті да көреміз қазір. Екеуі бір-біріне независимый. Қараңыздар. Қайтадан қосылды вентиляторымыз. Екінші датчигіміз бізде лампочкаға орнатылған, яғни бұл жерде температура жәнегі бірінші каналдағы сияқты 15 градустан асты, лампочкамыз өшті. Қайтадан суиды 10 градустан төмен түссе, жәнегі сияқты жағдайда он 13 градус болып қалды. Бұрлығының барлығы 12 вольт емес, 220 вольтқа арналған. 11 градус болып қалды. Датчиктің ұзындықтары 1 метрдай. Біздің лампочкамыз қазір 10-нан төмен түскен кезде жану керек. Лампочкамыз жанды. Мынау екінші датчик, екінші каналдың датчигі. Ал енді калибровкаға келген жағдайда, датчиктің калибровкасы бар. Ондай жағдайда бізге мына екі кнопканы басып тұрамыз одновременно. Сол кезде бізде 2-0 шығады. Яғни датчикта погрешность болса минус береміз, немесе плюс береміз. Қаншалықты градусқа погрешность болса, соны қойсаңыз болады. Екінші датчикте да сондай функциясы бар. Азайтасыз немесе көбейтесіз. Егерде температура 30 градус көрсетіп тұрып, негізі по факту 30 болса, а бірақ біздің датчигіміз 33 көрсетіп тұрса, онда бізге 33 көрсетіп тұрса, плюс 3 градус береміз ондай жағдайда. Болмаса қайтадан орнына 0-ға апарып қоя саламыз. Максимальный погрешненің температурасы калибровканға минус 30-ға дейін қоюға болады. Бұл жерде инкубаторға ыңғайлы, брудерге ыңғайлы, помещениеға ыңғайлы. 0,1 градусқа дейін қоя аласыз. Егерде мына значениямыз бізде қазір 10 болып тұр, мына жағы 14 болып тұр. Егерде мына жағы 14 болып, мына жағын 15 қылсақ, яғни мына жағы мынадан жоғары болса, онда бізде наоборот жұмыс жасайды. Нагревке емес, онда охлаждениеға жұмыс жасайды. Оны және көрейік тағы да. Яғни мына жағымыз өшетін жағы 14 болып тұрса, қосылатын жағы 10 болып тұр. Енді қосылатын жағын біз 15-ке көтерейік. Он 15-ке көтерген жағдайда біздің терморегуляторымыз охлаждениеға жұмыс жасайды. Яғни бұл жерде 15 градустан асса өшет, 14-тен түссе қайтадан қосылады. 15-тен асып кетсе вентиляторымыз қосылады, 14-ке жеткен кезде қайтадан өшет. Яғни наоборот жұмыс жасайды. Қазір біз практикада көреміз. Температурамыз 15-тен асса, яғни жаз айларында өте жақсы нәрсе. Кондиционер немесе вентилятор, вытяжкаға қойсаңыз, сондай тиімді болады. Екінші датчик ұстап қойыппын, кешіресіздер. Екінші бірінші датчик қызыл. 15-тен асқанда бізде вентилятор қосылу керек.
14-тен түскен кезде вентиляторымыз өшу керек. Екінші каналда тура солай жасайды. Он төрттен түскен жағдайда өшеді. Өте жақсы, қарапайым, қолданғанға ыңғайлы терморегулятор.